Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгін сіздермен бірге болатын мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Қарасай аудандық филиалының оқытушысы Фатима Төлегенқызы Сағымбекова. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы: олар қай тілде сөйлесіп тұр? Грамматикалық тақырып: ша, ше жұрнағы. Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Айтыс, айтыскер, ақын, домбыра тарту, жеңімпаз, қатысу, суырып салма ақын, азамат, азаматша, атану, әйгілі, ән шырқау, байқау, басталу, бірақ, бірге, ғаламтор, рет, тамашалау, тарих, онда, аудан. Жаңа сөздерді дәптерлеріңізге жазып жаттап алыңыздар. Бірінші тапсырманы орындаңыз. Әр жолдан бір артық сөзді алып тастаңыз. Тексеріңіз: артық сөздер: айтыс, ғаламтор, байқау, ауа райы, сөйлесу, сабақ беру. Келесі оқылым тапсырмасы. Бірге дауыстап оқиық. Айтыс. Мен айтыс туралы білмесем қалай барамын? Ол дұрыс емес. Сондықтан алдың күні мен ғаламтордан айтыс туралы ақпаратпен таныстым. Онда былай жазылған: айтыс өнері қазақ, қырғыз халқында ерекше дамыған. Айтысқа суырып салма ақындар қатысады. Аудандық және облыстық айтыс жеңімпаздары республикалық деңгейдегі айтысқа қатысады. Қазіргі кезде Біржан Сара айтысы бойынша театрларда опералар қойылып жүр. Қазақ әдебиетіндегі әйгілі айтыстардың бірі Біржан Сара айтысы. Тарихта бұл айтыс 1871 жылдың 13 қазанында болған. Ертең жексенбі күні Конгресс-холл концерт залында айтыс болады. Мен айтысты алғаш рет тамашалаймын. Оған Назым, оның нағашы әжесі үшеуміз барамыз. Құрбымның нағашы әжесі суырып салма ақын екен. Ол кісі бұрын айтыстарға көп қатысыпты. Бірақ қазір қатыспайды. Сонда да ән шырқап, домбыра тартып жүр. Мен Англияның азаматымын. Есімім Кэрон. Нұр-Сұлтан қаласындағы британдық мектепте жұмыс істеймін. Бұл мемлекетте тұрғаныма 2 жыл болды. Мен қазақ тілін үйреніп жүрмін. Менің ұстазым Назым. Ол менің әріптесім. Біз британиялық мектепте мұғалімбіз. Мен ағылшын тілінен сабақ беремін. Ал Назым қазақ тілінен сабақ береді. Әр бөлікке тақырып қойыңыз.
Келесі тест тапсырмасын орындаңыз. Тексеріңіз. Кэронның ұлты ағылшын. Оның отаны Ұлыбритания. Ол қазір Нұр-Сұлтан қаласында тұрады. Айтыс ертең өтеді. Олар айтысқа 3 болып барады. Олар айтысты Конгресс-холл ғимаратында көреді. Назымның анасының анасы айтыскер. Келесі грамматикалық тақырып. Ша-ше жұрнағы. Туынды үстеу ша-ше жұрнағы арқылы жасалады. Мысалы, бұлбұлша, сәбише. Қыстырма сөздердің ойдың кімнен, қайдан екенін көрсететін түріне ша-ше қосымшасы жалғанады. Мысалы, меніңше, бұл жинақта 100-ден астам ойыншық әскер бар. Асқардың айтуынша, дәріхана поштаның артында орналасқан. Сөйлемде қыстырма сөздер үтірмен ажыратылады. Грамматикалық тақырып бойынша тапсырма орындаңыз. Тиісті жұрнақты қойыңыз. Тексеріңіз. Сеніңше, сізше, оның айтуынша, қазақша, орысша, ағылшынша. Келесі тапсырма, сұраққа жауап беріңіз. Жауапта ша-ше жұрнақтарын қолданыңыз. Тексеріңіз. Сәуле қазақша жазды. Асқар түркше жазды. Бала төте жазумен жазды. Құрметті тыңдаушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасы. Айтыс туралы не білесіз? Шағын мәтін жазыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.